Сәлем достар, сіздермен бірге Кубилайф арнасы. Бүгін мен сіздерге жинағымды көрсететін боламын. Яғни арнамда 60 тіркелуші болуына орай жинағымды көрсетемін. Ендеше біз достар, мен жинағымның суреті мына қолымда тұр. Осы жинағымды қолымда тұрған сурет арқылы көре аласыздар. Ал ендеше жинағымның бірінші кубирубиктарын бастап көрсетейін. Міне, менде ең бірінші кубирубик бұл 2-2 кубирубигі. Оны бұрылуын сіздер білесіздер. Келесі кубирубик ол 3-3 кубирубигі. Мен сіздерде мына кубирубикті білесіздер, ал мына кубирубикті білмейсіздер. Сондықтан менде 2-3-3 кубирубигі бар. Келесі бізде 4-4 кубирубигі, оны да сіздер білесіздер. Келесі кубирубик бұл 5-5 кубирубигі. Содан кейін 6-6 кубирубигі, ол да 2, және де 7-7 кубирубиктері бар. Ал қалған 8-8, 9-9 кубирубиктері менің коллекциямда жоқ. Және де қалғанына 6-6, 5-5 кубирубиктарын алдағы уақытта сіздерге үйрететін боламын. Енді бізден қарапайым санаудағы кубирубиктарды аяқтап, енді әртүрлі формадағы немесе бұрылыстары әртүрлі болатын кубирубиктарға көшейік. Бұл ең бастапқысы мегамикс кубирубигі. Бұны сіздер білесіздер, бұл сіздерге үйреттім. Келесі кубирубик шестереншка деген. Бұл өте қиын болуы мүмкін сіздерге, былайша бұл қатты қиын емес кубирубиктардың бірі. Келесі бұл осындай кубирубик. 3-3 болады ғой, соны 3-3-тің бірінші қатарын аптыстан, яғни үшінші қатарын. Бұның аты 3-3, 2 деген кубирубик. Келесі бұл поларис кубирубигі. Бұл қиын кубирубиктардың бірі. Келесі бұл башня кубирубигі. Бұны көбінесе 2-2, 3 деп атайды. Ал келесі мынандай кубирубик бар. Бұл бір қарағанда қиындау. Оның аты мына жерге жазып кетем. Өздеріңіз оқып танысып алдыңыздар. Келесі бұл цилиндр кубирубигі. Яғни өзінің формасы цилиндр болғандықтан цилиндр деп атаған. Немесе бұны бочка кубирубик деп атасақ та болады. Өзіміздің қалауымыз. Келесі бұл скюб кубирубигі. Бұл төртбұрышты болғанымен бұрылысы әртүрлі. Келесі бұл дино кубирубигі. Бұны сіздер танисыздар, өткен сіздерге мен үйреттім. Келесі бұл 3-3, 1 кубирубик, яғни спиннер. Бұны шатастыруға болады, құрауға да болады. Бұл осындай айналдыруға арналған әдемі кубирубиктардың бірі. Енді бұл кішкентай кубирубик 3-3-тің. Бұлайша 3-3-те ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек кішкентай болғаны болмаса. Келесі бұл осындай кубирубик. Бұл сағат кубирубик. Бұлайша оның аты клок деп аталады. Клок куб. Келесі бұл айо кубирубик. Бұл рубикс кубирубигі. Бұл өте қымбат кубирубиктердің бірі. Бұл шатастыруға да құрауға да болады. Келесі бұл елка, яғни шырша кубирубигі. Бұл жаңа жылда әдемі болып тұру үшін қойылған кубирубиктердің бірі. Ол осылай бұрылады. Кәдімгі шатастыруға болады. Осылай бұруға болады. Және тағы да басқа. Келесі бұл шахмат кубирубигі. Бұл шахмат кубирубигі төртбұрышты, бұрылысы да төртбұрышты. Тек түстері тек 2-ақ түс. Сондықтан бұл өзгешелеу. Келесі бұл пирамида кубирубигі. Бұл пирамида кубирубигінде түстер бұлайша әртүрлі болу керек. Мына жерде көк, мына жерде сары, сөйтіп тұру керек. Менікі осындай болғандықтан оған көп мән бермейміз. Келесі бұл киломикс деп атайды, кейбір кездерде мегамикс 2-2 деп атайды. Әртүрлі болып айтылады. Бұл жаңағы мына мегамикстің 2-2 түрі. Бұл ортасы 4-4 сияқты болады. Келесі бұл ең соңғы айна кубирубигі. Бұны зеркальный деп аталады. Бұның төртбұрышты болғанымен бұрылысы
бір түрлі. Мысалға, бүйтіп бұрсақ, мына жері артық қалып қойды, бүйтіп бұрсақ тағы. Бұл кішкене қиындау болуы мүмкін. Ал енді әртүрлі формадағы және бір түрлі бұрылатын кубик Рубик жайлы таныстық менің жинағымда. Енді келесі бас қатырғыштарға заданияларына. Енді бас қатырғыштардың тапсырмасы бар түріне көшетін болсақ, ең бастапқысы бұл осындай IQ-ді тексеретін бас қатырғыштың бірі. Ал бұның жаңағы осы бас қатырғыштың кітапшасы. Ертең осылар туралы мен видео шығаратын боламын, сондықтан қазірше осындай бас қатырғышым бар деп айтып жатырмын. Бұл осылай ашылады. Бұның әрбір бөлігі 3D принтерден шығарылған. Ал енді келесі бас қатырғыш бұл осындай лабиринт. Осы мына кішкентай шарды көріп тұрсыздар ғой. Осы шарды мына 6-шы уровень болады. Соны мына ок деген жеріне алып келуіміз керек. Сонда осы головоломканы шешеміз. Бірақ бұл головоломка жатпауы мүмкін, өйткені бұл адамның шыдамдылығын тексеретін головоломка саналады. Келесі үшінші бұл IQ Gaming деп аталады. Бұның ішінде өзінің кітапшасы болады, бірақ жауаптары болмайды. Міне алып қарайтын болсақ, міне бұның артында мынандай өзінің түстер бар. Мына қызыл деген қиындары, сары деген орташа, көк оңай деп өздері атаған. Оның іші міне осындай болады. Мысалға бір тапсырманы алатын болсақ, мына жерде мына қызыл мен мына көк екеуі бос орынға қоюымыз керек дейді. Оны кәдімгі жаңа қойған орнымызға қоя саламыз. Сонда осылай қойсақ, ровно келетін болса, дәл, онда болса біз сол тапсырманы шештік деген сөз. Ал енді менің жинағымдағы головоломкаларды көрсетер. Менің видеом аяқталды. Егер осы видео сіздерге ұнатса, лайк басып тіркеліп, басқа да достарыңызға таратыңыздар. Егер тапсырма жазсаңыздар, шортысқа тапсырмаларыңызды көрсетіп, орындап жіберетін боламын. Видео аяқталды, сау болыңыздар.